Құрметті достар, қайырлы кеш, қалайсыздар тағы да? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жеке өзіме оралатын болсақ, көңіл күй бүгін өте күшті. Алматының ауа райы сияқты болып тұр. Достар, сіздермен бөлісетін нәрсе, ертең бұйырса 15:00-де қосылайық бағдарламасын көре алмаңыздар. Ертең сайыс болады. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет болады. Одан бөлек, енді бүгін өздеріңіз көрген боласыздар, маған Бикеш Ханшайым деп айтайыншы, келді, үміткер болып, өте қатты ұнады. Бүгін негізі кездескім келген, но енді өзінің бір алдын ала құрған жоспарлары бар екен, сол бойынша кездесе алмай қалдық. Алдағы уақыттарда, бұйырса алдағы күндерде міндетті түрде кездесулер болады. Оны да сіздермен бөлісетін боламын. Главный, бұл жерде қыз қатты ұнады, барынша көңілін табуға тырысам. Одан да бөлек ертең Бикеш ханым бұйырса келіп сені қолдайын дегендей айтқан болады. Сол үшін ертең эфирді Бикешті де мені де көретін боласыздар. Сіздер де үлкен қолдау көрсетсеңіздер, бұйырса жеңісті жұлып аламыз деген ойдамын. Оң, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Көңіл күй қалай? Бәрі күшті. Жалпы енді бүгін сайыс. Миллион күнге бұйыраны. Дайындық қалай енді іштей? Іштей морально дайынмын. Бірақ бұйырған болады, енді Аллаға сыйынып, сол оқитын сүре дұғаларымызды оқып, тұзға шомылып. Тұзға шомылдыңыз ба? Иә, сигаретімізді алып келдік жатыр. Бүгін сізді кім қолдауға келді? Әлеуметтік желіде байқа қалды ма? Иә, егізім келді, және де қолдаушы бір қыз келді. Көрермен, мен оқырманым деп айтайыншы. Юлия ханым баласымен келеді. Барлығына сәттілік, өзіңізге жеңіс пе? Барлығына сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін, иә. Және де көрермендерге үлкен алғысымды айтқым келіп жатыр. Посттардың астында, комментарийлерді өте көп көріп жатырмын. Қолдауларыңызға рахмет, үлкен маған өте күш береді. Сондықтан да сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз, бұйырған болар. Қайырлы кеш, достар, барлықтарыңызға. Ертең супер финал. Менің қолдаушым болып келгісі келетін адам бар ма? Қазір көргендер жауап беріп жатырыңыздар, шасынан. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Мен сайыстан шықтым. Қазір енді тойға бара жатырмын. Бүгін заказым болатын. Негізі сағат 3-те шығып кетуім керек еді. Сонымен сайысқа бола қалып, енді кештетіп пробкамен бара жатырмын. Сайысты кім көрді, өзіме қатты ұнады. Командамен өте қызық екен. Уақыт деген тез өтіп кетіп қалды. Қатты жаңағыдай толқыған жоқпын, спокойно болды барлығы. Әділетті болды, редакцияға рахмет. Енді понедельник күні жаңағы гранд финалға қалды. Понедельник тоже қолдауларыңыз керек, қолдап жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Солай. Ал мұнда болады деген красавчик. Ай, сайо. Мен машинамды сестренкам мініп кеткен тойға. Сонымен болады мені апарып тастайын деп жатыр. Рахмет. Қазір той салатын боламын, то сторис давайте активный болаш, лайкамен. Ал мен өзімнің әнші қыздарымен тойға келіп қалды.